Ал балалар, бүгін біз 3 таңбалы сандарды баған түрде қосуды үйренетін боламыз. Міне осында бізге 2 есеп берілген екен. Ал енді қараймыз. Бұл қарапайым 3 таңбалы сандарды баған түрінде қосу. Ал кеттік. Бірінші біз балалар оң жақтан бастаймыз. 5-ке 4-ті қоссақ неше болады балалар? 9 болады. Осының астына жазамыз, яғни бірліктерден бастаймыз. 5 бірлікке 4 бірлікті қосамыз, сонда 9 бірлік болады. Дәл осының астына жазамыз. Келесі, 3-ке 5-ті қосамыз, 8 болады. 7-ге 1-ді қосамыз, 8 болады. Енді жауабымыз 889 болады екен. Енді біз осы есебіміз дұрыс шықты ма, қате шықты ма қараймыз. Астына жазайық, 889-дан азайтамыз. Мысал үшін 154-ті азайтайық. 154. Ал балалар, бұл енді 3 таңбалы саннан 3 таңбалы санды баған түрінде азайту болады. 9-дан 5-ті азайтқан кезде балалар, 9-дан 4-ті азайтқанда 5 болады. 8-ден 5-ті азайтқан кезде 3, 8-ден 1-ті азайтқан кезде 7. Сонда болады 735. Сонда біздің есебіміз дұрыс шықты деген сөз балалар. Екінші есепті қарап көрейік балалар. 2-ге 4-ті қосамыз, 6. 7-ге 2-ні қосамыз, 9. 5-ге 3-ті қосамыз, 8. Жауабымыз 896 шықты. Бұны да тексеріп көреміз. 896 азайтылған 324. Тексереміз. 6-дан 4-ті азайтамыз, 2. 9-дан 2-ні азайтамыз, 7. 8-ден 3-ті азайтамыз, 5. Сонда 572 шықты. Сонда біздің есебіміз дұрыс деген сөз. Балалар, сендерге түсінікті болды ма? Бұдан кейін де әлі талай есептерді түсіндіруді көрсетемін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.